Зейнетақы алушылар үшін жақсы жаңалық. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш арнамыздан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 2026 жылы Қазақстанда зейнетақы қалай өзгереді? 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда зейнетақы мөлшері өседі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мән-жайды айтты. Жасына байланысты зейнетақы 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін еңбек өтілі бар адамдарға тағайындалады. Базалық зейнетақы зейнет жасына жеткен барлық тұлғаға төленеді. Оның мөлшері зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне байланысты және ең төмен күнкөріс деңгейінің 70-тен 110%-на дейін болады. Жинақтаушы зейнетақы жинақ көлеміне және міндетті зейнетақы жарналары төленген табысқа байланысты. Еңбек министрлігі әлеуметтік кодекстің 197 бабына сәйкес жасы бойынша және еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақы төлемдері жыл сайын тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы заңда айқындалған мөлшерлерде өсетінін еске салды. 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жасы бойынша зейнетақы төлемдерін алынатын мөлшерден 10% артыру жоспарланып отыр. Базалық зейнетақының мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің өзгеруіне байланысты өседі деп хабарлайды министрлік. Сонымен қатар министрлік бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленетін зейнетақы төлемдерінің жыл сайын 5%-ға индекстелетінін еске салды. Бұл өсім елдегі барлық зейнеткерге қатысты болады. Сондай-ақ мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша базалық зейнетақыны кезең-кезеңмен өсіру жалғасып жатыр. 2026 жылға арналған зейнетақы төлемдерінің қаржыландыруға арналған шығыс 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында көзделген. Сондай-ақ министрлік Қазақстанда зейнет жасы ерлер үшін 63, әйелдер үшін 61 жас екенін нақтылады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.